Өте ауыр жыл болды. Бұрыннан ауырып, қал үстінде жатса белгілі ғой, енді әйтеуір бір адамның бәрінде баратын жері ғой. Коронавируспен күресте алдыңғы шепте жүрген Алпыс Аманжолов ата-анасынан айырылды. Дертке шалдыққандардың өміріне араша болған дәрігер көз жасына ерік берді. Менің өзі әкем де шешем де зейнет жасындағы дәрігерлер болатұғын. Енді өкінішке орай ол кісі осы ауруға шалдығып, шілденің басында 2-3 күннің ішінде бар жоғы дүние салып кетті. Ол кісінің соңынан тура 2 апта өткенде анам да дүние салды. Өте үлкен бізге сондай бір қайғылы соққы болып тиді. Өзім де сол кезде осы ауруды жұқтырып, ауруханада ауыр жағдайда емделіп жатқан болатынмын. Бұл аурудың енді әлі күнге дейін қарап отырсам, әкелетін салдарын, оның зардабын түсінбейтін адамдар әлі де көп. Елімізде COVID-19 вирусын жұқтырғандар саны 113.741-ге жетті, ал 1857 адам қайтыс болған. Жақыныңа жанашыр бол.